Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін мен үй жағдайында вареникиді қалай әзірлеймін, сол жайлы бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін ұнға жұмыртқаны қосып, тұзды суды шетінен құйып, орташа қамыр илейміз. Қамырын илеп болғаннан кейін тындырып, арасында 2-3 рет илеп тұрамыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін картопты аршып, жуып тазалап, тұз, су құйып, пеште піскенше қайнатамыз. Одан кейін пиязын ұсақтап тураймыз. Пиязын турап болғаннан кейін қызып тұрған табаға пияз, сары май қосып қуырып аламыз. Енді пісіп тұрған картоптың үстіне пиязды салып, дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосып, жақсылап еземіз. Салмасы дайын. Енді тұнып тұрған қамырымызды үлкен етіп біркелкі қылып жайып аламыз. Қамыры жайып болғаннан кейін видеода көрсетілгендей бүктеп, стаканмен кесіп шығамын. Енді қамырды бір-бірлеп ашып, салмасын салып, шет-шетін жақсылап бекітеміз. Барлығын жасап болғаннан кейін қайнап тұрған суға дәміне қарай тұз қосып, вареникиді салып пісіріп аламыз. Вареники дайын, оңай әрі тез және өте дәмді болып шығады. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.